Toғжan, I'm 15 years old. Often I think what profession I will choose in the future. There are plenty of different professions. Some of my friends want to be doctors, some of my friends want to be lawyers, journalists, others want to be IT workers, journalists. Sooner or later, everybody has to think about his or her future profession. You are welcome. Who is a мобилограф? Мобилограф дегеніміз бұл қазіргі таңдағы жас мамандықтардың бірі, және де мобилография дегеніміз ол осы қолыңыздағы қарапайым телефонмен әдемі, сапалы видео және фото контент түсіретін мамандық. Make it not like this. Make it drop like this. One time like this. Make it pop like this. Make it not like this. Do it like this. Good morning. I was looking for a profession. May I ask some questions? Yes, Yumi. Who and what influenced the choice of this profession? Мен бұл мамандықты жалпы бала кезімнен армандағанмын, киім дизайнер болуды. Сол кезде сурет үйірмесіне қатысып өзімді жетілдіріп, мектеп бітірісімен бірден киім дизайнер мамандығына түстім. What's interesting about the profession of a designer? Бұл мамандықтың қызығы, ел көресің, жер көресің. My favorite subjects are biology and chemistry. I like to help other people, and I want to be a doctor in the future. Let's interview a doctor. Машина болса, мысалы 160-пен жүретін пациенттер болады да, онда 220-ға барасың. Бірақ бұл кісіде повышенный давление жоқ, сол үшін 200-180 жарайды. What qualities to have to be a qualified doctor? Білікті дәрігер болу үшін көптеген қасиеттер қажет етеді. Яғни біріншіден адам баласы оқу бітіргеннен кейін білімді болу керек, сауаттылық болу керек. Сонымен қатар тек қана біліммен ғана шектеліп қана қоймай, пациенттермен жақсы байланыста, этика, эстетика дейді ғой, барлығын қатаң тәртіпте ұстана білуі дұрыс. Is it difficult to be a doctor? Дәрігер болу, әрине қиын. Біріншіден адам өміріне жауап береміз, екіншіден мысалға қарап отырған халықтың барлық ахуал, әл-ауқатының барлығы бізге қарап отыр. Сол себепті мысалға үлкен жауапкершілікті атқарады. This is the end of my journey to the profession. Dear young graduate, don't make a mistake as choosing your profession.